Endi negizinde түсініп білмеймін енді, бірақ тойлар негізі қазір қиынласып баратыр. Себебі тамадаға да шоуменға да бір зат жүктелетін болды. Сенің ортада сөйлейтін сөзің, қылатығын іс-әрекетлерің ешқайсысы қызық емес. Тек сағат 8:30 мен 9-ның ортасында ойнататын играң қызық болды. Все, басқа ешқайсы керек емес. Сағат сен тойға 6-та барғанменен сен ең пикке шығатын уақытың 8 мен 9-ның арасы. Сол жерде сенің кім екеніңді халық көреді. Бұған соның арасында игра ойнатуың керек, конкурс па, игра ма, викторина ма, ол түсінікті мен түсінбеймін. Бірақ сол ең сенің кульминацияң, ең сенің пикке шығатын уақытың, ең сенің өзіңді кім екеніңді дәлелдеп көрсетіп тастайтын уақыт 8 мен 9-ның арасы тойда. Мен бір затты айта аламын. Шоумен деп мына Қарақалпақстандағы деңгейде Аббазды айта аламын мен. Себебі Аббаздың киінген киімлері, оның істеп жүрген стилі келеді шоуменға.